Түс кез келген адамның қиялынан немесе көп ойлануынан пайда болатын тылсым күш. Көп жағдайда адамдар түсті түрлі түс жорушылардың жорамалынан негізге алып жорып жатса, енді бірі түске аса мән бермейді. Осыған орай бүгінгі материалда түсте жүкті болу қандай мағынаны береді деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Біреулер өзеннен балық аулап жатады, енді біреулер теңіз жануарларын жүзіп жүргенін суға қарап тұрады. Тіпті түсінде балықты базардан сатып алатындар да бар. Айта кетейік, бұл жүктіліктің дәлелдейтін бірден-бір нақты түстердің бірі деп есептелінеді. Егер баланың жынысы да білгіңіз келсе, балықтың сатқан адамды есе сақтап қалуға тырысыңыз. Сатушы жігіт болса, ол бала, әйел адам болса, қыз болады деген сөз. Кейде қатарынан 2 балық ұстап алып жатады. Онда егіз бала дүниеге келу мүмкін екендігін білдіреді. Жүктіліктің хабардар ететін екінші түс жыландар. Түсіңізде жыланның шағып алуы ежелден бері екіқабаттылықтың белгісі деп есептелінеді. Ата-ана болу туралы жаңалықты су арқылы да білуге болады дейді түс жорушылар. Түсіңізде мөлдір бұлақта шомылсаңыз, ағып жатқан өзеннен су ішсеңіз, немесе таза теңізде жүзіп бара жатсаңыз, балалы болу ықтималдығы жоғары. Себебі су өмір бесігінің символы деп саналады. Ұйықтап жатып кішкентай балаларды көруі отбасыңызға жаңа адамның қосылатынының дәлелі. Көптеген әйелдер жүктіліктің алғашқы күндері түсінде сәбимен ойнап жатқанын немесе қыдырып жүргенін көреді. Ислам түс жору бойынша, егер түсіңізде жүкті болсаңыз, онда ол жақсылықтың нышаны. Егер басы бос қыз осындай түс көрсе, онда ол жақын арада тұрмысқа шығады деген сөз. Ал тұрмыстағы әйелдер түсінде жүкті болса, онда ол көп ұзамай екіқабат болады деген сөзді білдіреді. Сол сияқты, егер ер адам түсінде жүктілік туралы хабар еститін болса, онда ол табысы артады деген сөз. Егер бойжеткендер жүкті екендігін түсінде кірсе, ол шын мәнінде олай болмаса, демек оның өмірінде аздаған қиындықтар мен шығын болады деген мағынаны білдіреді. Егер түсіңізде басқа нәзік жанды аяғы ауыр болса, онда біреу сізден қарыз сұрайды деген мағынаны білдіреді. Лофтың түс жоруы бойынша, түсте жүкті болу әйел немесе ер адамның материалдық жағдайы жақсаруын білдіреді екен. Шығармашылық адамдарды түсінде кішкентай нәрестені көрсе, онда оның шығармашылығы ілгері басады деген сөз. Сонымен бірге мұндай түсті ер адам мен әйел адамның жыныстық өмірінде көңілі толмайтындығын белгісі болуы мүмкін деген болжамды айтады.